Ассалаумағалейкум. Құрметті көрермендер, қалайсыздар? Бүгін наурыздың 16-сы. Осылай бір айға толған балапандарды кең жерге көшіріп тастадым. Өйткені мына ішінде тұрған алдында тарлық қылып, бір-бірін шықып бастады. Сол себептен осындай кеңдеу жерге көшіріп тастадық. Чемберін қойдым малдарына. Осылай суын қойдым. Енді ақырындап осы жердегі температураға үйренетін болады балапандар. Осындай мына ішінде тұрған осындай қонақтайтын жерін көшіріп қойдым. Қазір бір-екі жерден істеймін. Көп күнде соның үстіне қонақта үйренетіндей. Так, жалпы балапандарды осылай кең жерге көшіріп қойдым. Енді кішкене тоңып үйренгенше осылай жүреді. Бірақ 2-3 күннің көлемінде бұл жерге де үйренетін болады ақырындап. Бұл жерге көшірместен бұрын мына ішіндегі мен светті, жылуды бәрін өшіріп тастаған болатын. Осының ішінде тұрды біраз солай, бір аптадай примерно. Ішінде жылу болмағанмен, мына жер тар болғасын, өздерінің жылуымен жылылып тұрған тұғын. Ал енді мына жақтың ауа температурасы кішкене салқындау. Сол себептен кішкене үйренгенше осылай бүрісіп жүретін болады. Міне әп-әжептеуір болып өсіп қалды бәрі. Мына жақта бізде. Так. 2 апталық болды балапандар. Бұл жерде чисто кучинский балапандар. 2 апта болып қалды. Алдарына жемді алып тастадым, өйткені жерге төгіп тастапты. Соның кішкене жеп өздері. Дегенше жем салмаймын, өйткені шашып тастапты бекерге. Сулары бар. Бұлар енді кішкентай, пока осы жерде тұрады. Бұлар бір айға таяған кезде тоже мына жаққа көшіріп тастаймын оларды. Осы жерде лампочкасыз, жарықсыз, жылусыз кішкене үйретемді, тоже осы жерге шығарып тастаймын одан кейін. Төбесіне үйде шыққан, үйде брудерде тұрған балапандарды орналастырамын. Жалпы балапандар осындай бізде. Енді бұл жерде қазір бәрі араласып жүр. Кучинский бар, Барковский бар, мынандай домашний балапандар бар. Домашний тауықтардың. Өсе келе бөліп тастаймыз. Енді қораздарды алып тастаймын деп ойлаған, бірақ пока алмайтын шығар, может өзім өсіріп сойып алатын шығармын деп ойлап тұрмын. Өйткені солай дұрыс болатын сияқты. Енді жерде қар еріп кетсе, полный қораздарды бөліп, может далаға бір салқындау жерге шығарып қоя. Сол жерде тұрып семіртем. Сосын сойып тастайтын шығармын бәрін. Ал оған дейін бәрі бірге жүре тұрады осы жерде. Бүгін алла жазса инкубаторды тазалап жуып, тағы салып қоям. 4-ші партия кетеді, алла жазса. Содан кейін кішкене дем алатын шығармын. Осы балапандарды өсіріп алған шығар. Бірақ көреміз енді. Тағы заказ түсіп жатыр айдың соңына балапанға. Может тағы шығарып қалам, көре жатамыз. Балапандар өтіп кетіп жатса, может шығарам. Если өтпейтіндей болса, тоқтата тұрамыз инкубация.
Так. Енді балапандарға қазір бұл балапандарға рост беріп жатырмын. Так. 25 күннен бастап рост бере бастадым. Стартты тоқтаттым бұларға. Стартты енді үйдегі брудердағы балапандар, и мына жақтағы балапандар жеп тұр стартты. Бір айға дейін старт беремін тоже оларға. Содан кейін тоже ростқа ауыстырамын. Ростқа ауыстырғаннан кейін, одан кейін уже бір 3 айдың кезінен бастап несушка бере бастаймын. Мекендеріне чисто. Қораздарына бидай беретін шығармын ол кезде. Бидай беріп кішкене ет жинаса, сосын сойып аламын өзім ақырындап. Жалпы осылай ақырындап үйретесіздер балапандарды. Мына бір балапан тұр мысалға тоңып. Бірақ қазір мен кеткесін бәрі мынаның түбіне кеп шомады. Үйреп кетеді ғой былай айтқанда. Бұл бізде балапандар. Ал мұнда бізде кучинский тауықтарымыз. Жер тыныш, өздерімен өздері өмір сүріп жатыр. Жердегі жемді тауысып қойыпты, енді ақырындап жем сап қоямын қазір. Жұмыртқалап тұр бұлар. Полный. Біреу жатыр. Мынау жатыр. Осы мына жақта жаңағы домашний тауықтардың 2 жұмыртқасын қойып қойғам. Брамаларды кішкене өздерімен қойғам, енді қайтып мына жаққа қосып қойдым, өткен балапандарды шығарып тастадым. Мынаны кішкене ашып қоямыз, далада күн жылы кішкене ауа айналсын деп. Қазір лампочканы тоже өшіріп тастаймын. Лампочканың керек жоқ. Жұмыртқаны жинамағаныма бүгін 3-ші күн. Опа, мынау. Тоже жатам деді бұны. Жұмыртқаны жинамасаңыздар осылай жатып қалады, кіріп боп. Осылай тұрғыз жібереміз енді. Қазір жұмыртқаны бәрін жинап алмасам, что-то шынымен жатып алып жұмыртқаға. Мен байқамағам жаңа. Жалпы осындай қызықтар болып жатыр бізде. 2-3 күн осылай жұмыртқаны жинамай қалсаңыз, жататын тауық үстіне жатып алады өзі. Материнский инстинкт дейді, аналық инстинкттер оянып, осы жұмыртқа шығарып, балапан шығарам деп жатып алады екен осыны. Жалпы бүгінгі жаңалық осы. Сіздерде не жаңалық, қандай қызықтар болып жатыр? Жазып, комментарий жайды. Комментарий, каналға тіркеліп отырыңыздар, мидас жүрдім. Амандықта кездескенше.